Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Dark Mazer, және бүгін бізде үшінші сабақ. Үшінші сабақта мен сіздерге Market Cipher жайлы айтатын боламын. Market Cipher мен бұрыннан бері қолданатын ең проверенный менімен және де стратегиялары бар индикатор. Ал ендеше бастайық. Бізде индикатор ол бізде осциллятор болып саналады, және ол бізде графиктің астыңғы жағында осылай тұрады. Негізінен бұл жерде тағы да RSI линиялары болған. Оны мен алып тастадым, яғни мен уже полностью өзіме адаптировать етіп осындай қылып қалдырдым. Ең алғаш сіздерге индикатордың базовый стратегиясын үйретейін. Базовый стратегияны дегеніміз не? Бұл индикатор жалпы бірнеше индикатордан тұрады. Көк бізде моментум, жасыл және қызыл бізде ол money flow, яғни поток денег. Осы money flow өссе, активқа ақша кіріп жатыр деген сөз. Ал керісінше төмен қарай түсіп жатса, онда бізде активтан баға шығып жатыр деген сөз. Келесі бізде моментум, ол сила в моменте деп аталады, яғни оның өзінің бөлек бір стратегиялары және фишкалары бар. Тағы да бізде RSI-лар болған, стохастик RSI және де обычный RSI. Оның да өзінің стратегиялар бар, бірақ мен оны қазір қолданбаймын. Яғни сіздің түсіну керек нәрселеріңіз бізде жалпы ең самый базовый стратегия ол бізде не? Самый базовый стратегия дегеніміз ол барлық осы индикатордағы, Market Cipher'дағы барлық индикаторлардың бір направленияда қозғалу және де идеальное закругление. Закругление дегеніміз не? Мысалға, мына жерде байқасаңыздар, бізде money flow мынандай закругление жасаған. Оған қоса бізде моментумда бізде төмен қарай бағытталған. Мынау бізде самый базовый стратегия, осының арқасында бізде баға мына жерде түсті. Келесі, керісіншесі, бізде money flow қайтадан үстіге қарай закругление. Бізде моментум тоже бойынша өте әдемі движение, закругление, осы арқасында баға бізде өсті. Бірақ бұл самый базовый понятие. Market Cipher'да қолданылатын, яғни бізге Smart Money мен көмектесетін тағы да бірнеше инструменттар, фишкалар бар. Оны мен сіздерге осы видеода айтатын боламын. Яғни бұл индикаторды қатты қиындатпаңыздар. Главное, общий направлениемен қозғалсаңыздар болды. Енді фишкаларға көшейік. Фишкалар бізде ең біріншісі қандай? Бұл индикатор бізге идеально дивергенция мен конвергенцияларды көрсете алады. Дивергенция мен конвергенция бұл жерде қалай анықталады? Именно бізге более уверенный прогноз жасау үшін бізде ең алғашқы дивергенция үшін моментумымыз мына екі сызықтан асу керек, немесе төмен қарай түсу керек. Бұл бізде 60-шы уровеньдар, осы уровеньнан төмен немесе үстіге қарай шығу керек. Яғни бұл бізде ең бірінші волнасы. Ең бірінші волнасы, мінекей мына жерде байқасаңыздар, біріншісі шықты. Одан кейін келесі движение төмен қарай түскен кезде, одан келесі болған бізде триггер wave деп аталады. Осы арқасында бізде полностью confirmation, яғни подтверждение болады да, біз бұны полностью дивергенция деп атай аламыз. Ары қарай уже басқаша кішірек таймфреймдардан немесе тағы да басқа белгілермен, сигналдармен біз мына жерден позициялар рассматривать ете аламыз. Бұл жерде тағы да біз қарайтын затымыз money flow, яғни money flow мен егер money flow мен моментум бірдей сигнал берсе, онда бұл бізде уверенность очень высокая, яғни вероятность отработки очень высокая болады. Мысалы қараңыздар, тура осы жерде тағы да бізде money flow қарасақ, бізде бұл дивергенция пайда болған. Осының арқасында баға бізге үстіге өсті. Енді сіздерге дивергенция керісінше кері направлениядағысын көрсетейін сіздерге қалай орындалған. Так, более наглядный пример. Яғни самый последний менің сделкаларымның бірі мына жерде орын алды. Байқасаңыздар, мына жерде бізде баға өсті, ал индикатормен бізде 60-шы уровеньнен асқан. Бізде обязательно осы асу керек. Одан келесі точкамыз тағы да осыған жақын, яғни бізде триггер wave төмен қарай бағытталды. Бұл менде полностью подтверждение болды. Оған қоса бұл жерде мен негізінен бұндай арқашықтығы үлкен дивергенциялар кейбір кезде отработка жасамайды.
яғни бұл жерде полностью бізде граль жоқ, ешқандай 100% деген жоқ. Сол үшін бізде басқа да бір подтвержденияларға, сигналдарға қарау керекпіз. Бұл жерде көбінесе маған көмектесетін зат ол әрине насмотренность. Чем больше вы торгуете, тем больше сіздер өздеріңіздің насмотренность көбейтесіздер. Соның арқасында сіздер графиктарды уже түсініп отырасыздар, қай кезде қандай моментта қандай формация бізге полный уверенность беретін. Мысалға осы моментта мен негізі тек қана осы моментумдар болса, мен уверенні бұл позицияға кірмейтін едім. Ал керісінше мен бұл жерде тағы да money flow-дың төмен қарай түсіп жатқанын көрдім. Осы моментте, яғни мына жерде тағы да ликвидностьтар, тағы да басқа да движениялар болды. Мына жақтан есімде қалды. Сол жақтан ликвидность шешілген. Скорее всего, осы момент осыған қарап, бәрін в совокупности подтверждениялар іздеп, мен позицияға кірген болатынмын. Дивергенция түсінікті болды деген ойдамын. Келесі мен сіздерге конвергенция не екенін түсіндіретін боламын. Конвергенция түні кеше ғана болған. Осы моментте мен ошибка жібердім. Яғни мен оны сіздерге көрсететін боламын. Әрине. Мына жерде конвергенция дегеніміз не? Конвергенция дегеніміз дивергенцияға тура қарама-қарсы зат. Яғни бізде баға өсіп жатады, ал индикатор түсіп жатады. Мына жерде байқасаңыздар, мына жердегі точка, мына свинг, одан кейін мына точка, тағы да свинг, үстіге өсті, тағы да осы триггер wave. Баға өсіп жатыр, индикатор түсіп жатыр, моментумдарымыз түсіп жатыр. Мына жерде бізге тағы да памп алдық. Осы бізде конвергенция деп аталады. Нисходящее движение да тура сондай, көрсетіп жіберейін. Мінекей мына жерде алсақ болады. Мына моменттер баға қатты өскен. Бізде перекупленность, бізде полный перекупленность пен плюс конвергенция, бұл бізде сильный движениеға всегда алып келеді. Мына моментте қандай ошибка жібердім. Яғни мен кішірек таймфреймдарда тағы да ликвидность шешуді күттім, себебі CoinGlass сайтында мына жерде ликвидность қалғанын көрдім. Осы ликвидностьтің шешу, яғни мына жерде шорт іздедім. Бірақ бұл полностью менің қателігім болды. Яғни мына жерде бізде негізінен жақсы ликвидность шешілген. Одан кейін бізде уже формация ақырындап кіші таймфреймерден уже мына жерде подтверждение болған, что бізде уже лонговое движение, восходящая структура. Оған қоса мен бұл жерден негізі шорт движение емес, либо подтверждение күтіп, либо мына жерден лонг позиция қарауым керек еді. Ең үлкен менің яғни қарау керек затым, ол әрине мен 4 сағаттықты пропуска етіп алдым. Бұл моментте бізде не болды? Бұл моментте бізде сильная конвергенция болды. Байқасаңыздар, мына точка, мына точкалар индикатордан да белгілейік. Осы точкалармен мына жерде бізде қатты перекупленность болды. Оған қоса бізде перекупленность пен конвергенция қатты пайда болды. Мынандай движение бізде өте үлкен движение пайда болды. Бұл әрине всегда бізде осындай снятие ликвидности плюс поглощение мен бізде әрқашан осындай крупный движенияларға алып келеді. Осы движениемен мен позициям мына жерден стоп-лоссқа кетті, бірақ осы 4 сағаттықтан көріп, мен мына жерден қайтадан позицияға кірген болатын. Яғни мен уже биткойннан позиция ашпадым, эфириумнан позиция ашқан болатым. Эфириумнан мен мына жерде проп счетпен аштым, мынаны өз счетыммен ашқан 2 сделкам бар, әлі де ашылып тұр. Яғни бұл жерде тоже қандай сигналдар болды? Қатты перепроданность с конвергенцией. Назар аударсаңыздар, бізде моментум түсті, ал керісінше конвергенция кішірек таймфреймдардан подтверждение іздедім 15 минуттықтардан. Осы моменттерде мен позиция ашып мына жерден кірген болатынмын. Ендігі мәселе, маркет сайфермен келесі стратегиялардың бірі, ол бізде перекупленность және перепроданность плюс Fibonacci қолдану. Бұл бізде стратегия қалай жұмыс істейді? Яғни біз бағаның обязательно структураның бұзылған, басқа направлениеге өзгергенін көру керекпіз, обязательно. Одан кейін біз Fibonacci мен біздің зонамызды анықтау керекпіз. Яғни бұл жердегі менің зонам 0.5-ті осы жақында қостым, ал обычно менде 0.618, 0.65 және 786 осы зоналардың, яғни ол менде мына зона болып саналады.
осы зонаға баға жақындаған кезде мен қандай сигналдарға назар аударамын? Мен бағаның конвергенция жасауы және де перекупленностьқа кеткенін күтемін. Яғни екі осы менде сигнал пайда болса, ол менде уверенный сигнал болып саналады. Осы моментте мен не істеймін? Аламын, Фибоначчиді тартамын. Сіздерге көріну үшін осылай тартайын. Мысалға, міне мына жерде бізде осы зонаға келді. Пока что 0.5 тұрайын. Бізде мына зонаға келді. Бізде перекупленность және де конвергенция бар. Мына жерде байқасаңыздар, міне мына точка, мына точка. Ол бізде мына точка мен мына точка. Бұл бізде конвергенция, перепроданность. Плюс бізде дополнительно қарасаңыздар тоже әдемі закругление базовый стратегиямен. Осы жерден біз сделканы келесі swing хайға дейін немесе келесі ликвидностьтарға дейін тартсақ болады. Тағы да осындай секілді бізде сделкалар smart money order flow секілді де жүреді. Мысалы қарасаңыздар, бізде мына жерден Fibonacciмен бүйтіп тартамыз. Такс. Бізде баға мына жерге келді біздің зонамызға. Осы жерден бізде мына жерден конвергенция жасады. Осы конвергенциямен бізде реверс, яғни быстрое снижение, одан кейін қайтадан бізде поглощение мен осы жерден сделканы қайтадан үстіге алып кетсек болатын еді. Бұл сіздерге полностью осындай картина бере алады, яғни біз направлениені анықтай аламыз. Market Cypher бізге более бағаның қай жаққа баратын с наибольшей вероятностью көрсетеді. Яғни бұл сіздерге полностью тура осылай қандай сигнал берді, осындай болады деген яғни сөз жоқ. Өздеріңіз smart money және де осы мен көрсеткен стратегияларды қосып сделкалар ашсаңыздар болады. Яғни стоп-лосс қою, яғни оның барлығын мен келесі сабақтарда үйрететін боламын. Бұны ешқандай граль деп ойламаңыздар, ешқандай бір какой-то бір кнопка бабло осындай тауып алдым деп ойламаңыздар. Яғни бұның өзінің нюанстары болады. Оның барлығын мен келесі сабақтарда үйрететін боламын. Асықпаңыздар. Мысалға қараңыздар, бір сағаттықта бізде мынандай момент болған екен. Фибоначчиді аламыз, мына жерден нисходящий тренд, осы жерден тартамыз. Қарасақ, мына жерде бізде баға осы жерге жақындаған екен. Ал осы моментте бізде Market Cypher'да қандай движение болды? Бізде снижение, әлде ешқандай дивергенция да жоқ, түк еш нәрсе жоқ. Бірақтан байқасақ, мына момент және мына момент осы свингтар және де мына свингтар бізде конвергенция жасап тұр. Бұл әрине бізде чем больше, егер бізде осы моментум осы 60-шы уровеньнен чем больше шығады, тем больше вероятность бұл бізден сделканы орын алатын шансы көбірек. Оған қоса мына Fibonacci біздің зонамызға жақындаған сайын бағаның осының барлық совокупность факторов біздің бағаның төмен қарай әлі жалғасатынын білдіреді. Кішірек таймфреймді ашып қарасақ, бізде қандай моменттар пайда болды? Кіші таймфреймдарды қарасақ, бізде мына жерде блок болған. Оған қоса біздің бағанағы үлкен таймфреймдағы бір сағаттық таймфреймдағы біздің сигналдар. Оған қоса мына жерден баға бізде ликвидность шешті, кішкентай манипуляция мына жерден. Оған қоса бізде мына жерде дивергенция пайда болды. Яғни обязательно бізде үстіңгісі мына ең бірінші біздің моментумымыз 60-шы уровеньнен жоғары шығу керек. Осылайша бізде дивергенция пайда болды. Осы моментте біз мына жерден уже маркетпен позиция аша алатын едік. Яғни стоп мына біздің дивергенцияның үстіңгі жағына қоямыз. Осы моментте сіздерге манипуляция жайлы айтып кетейін. Манипуляция дегеніміз не? Яғни баға қалай қозғалады? Баға әрқашан манипуляция, яғни ликвидностьті алып қозғалады. Ликвидностьті алу дегеніміз, яғни бізде ол графикта қалай? Мына жерде айтып кеткендей кішкентай, міне көріп тұрсыздар ғой. Мына жерде кішкентай сигнал болған, оның үстінен бізде мынандай движение жасап төмен қарай кеткен. Осыны біз манипуляция санаймыз. Яғни баға бүйтіп келеді, одан кейін мына жерде резкий бізде ликвидность шешеді да төмен қарай поглощениемен жабылады. Чем больше поглощение осындай мықтырақ тезірек болады, тем больше бұл бізде уже осы зона біздің ең соңғы осы локальный хай деп санасақ болады. Ары қарай баға тағы да слом структуры, тағы да басқа да нәрселер жасап осы зонаға келгенде тоже осы мына зонаны біз манипуляция ретінде санап, осы зонадан позиция рассматривать ете аламыз. Яғни мына жерден позиция ашылады, стоп-лосс осы манипуляцияның үстіңгі жағына қойылады.
ары қарай баға төмен түсу керек деп біз прогноз жасаймыз. Бүгінгі видеода сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер де түсінбесеңіздер, мен әлі де видеолар шығаратын боламын, әлі де менің қалай анализ жасайтынымды сіздерге көрсететін боламын. Бұл әлі басы ғана, бізде әлі риск менеджмент, психология және де менің сделкаларды қалай анықтайтын жайлы сіздерге әлі айтатын боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.